Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта 20 ғасырдың екінші жартысындағы әлем елдерінің саяси дамуы бөлімі бойынша Қырғи қабақ соғысының кезеңдері мен түйінді оқиғалары қандай болды деген тақырыпты өтеміз. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта 20 ғасырдың екінші жартысындағы әлем елдерінің саяси дамуы бөлімі бойынша Қырғи қабақ соғыстың кезеңдері мен түйінді оқиғалары қандай болды деген тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаттары: Қырғи қабақ соғыстың себептері мен салдарын негізге алып кезеңдерін анықтайды. Қырғи қабақ соғыстың түйінді оқиғаларын талдайды. Алдыңғы тақырып бойынша сұраққа жауап берейік, балалар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлем елдерінің жағдайы қандай болды? Жарайсыңдар, балалар. Қырғи қабақ соғысы 1946-1991 жылдар аралығында болған әлемдегі екі саяси жүйедегі аса ірі мемлекеттер КСРО мен ақш арасындағы бақталастық саясат. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін әлем екі үлкен блокқа бөлінді. Бір жағында ақш бастаған капитализм жүйесін жақтаған елдер, екінші жағында КСРО бастаған социализм жүйесін жақтаған елдер тұрды. Қырғи қабақ соғыстың шығу себептері: капиталистік және социалистік қоғамдық саяси жүйе арасындағы қарама-қайшылық. ақш пен КСРО-ның екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемдік көшбасшылыққа ұмтылуы. Тоталитарлық және демократиялық режим арасындағы қарама-қайшылық. ақш пен Ұлыбританияның қайраткерлері орталық және оңтүстік шығыс Европаның КСРО бақылауына өтуіне, ол жерде социалистік тәртіптің таралуына жол бермеуге тырысуы. 1946 жылы 5 наурызда Американың Фултон қаласында Ұлыбританияның саяси қайраткері Уинстон Черчиллдің сөйлеген сөзі Қырғи қабақ соғыстың басталуын білдірді. Ол Кеңес одағын агрессияшыл және қатал билеуші ретінде айыптады. Кеңес одағының шығыс Европаны темір шымылдықпен бөліп тастағанын айтып, коммунизмге қарсы күреске шақырды. ақш президенті Гарри Трумен коммунизмді тежеу үшін алғашқы ресми қадам жасады. Батыс елдеріне коммунизммен күресте әскери және экономикалық көмек көрсету керектігін айтты. Грекия мен Түркияға қару-жарақ, әскери кеңесшілер жіберіліп, америкалық әскери базалар құрылды. 1947 жылы 5 шілдеде ақш-тың мемлекеттік хатшысы Джон Маршалл америкалық үкіметтің европалық елдерге көмек көрсетудің арнайы жоспарын әзірлегенін айтты. Бұл жоспардың ресми атауы Европаны қалпына келтіру бағдарламасы. Бірақ тарихта Маршалл жоспары деп аталды. Кеңес үкіметі Маршалл жоспарына қарсы шығып, оны Европаны қанау жоспары деп атады және одан бас тартты. Қырғи қабақ соғыстың негізгі кезеңдері: 1947-53 жылдар екі ел бақталастығынан өршіген қақтығыстар кезеңі. 1953-1972 жыл мерзімді дағдарыстарды тұрақтандыру және оларды шешу кезеңі. 1972-1979 әскери саяси блоктар арасындағы қайшылықтың бәсеңдеуі. 1979-1985 жылдар жаңа өршу кезеңі. 1985-1991 жыл қорытынды кезең. Яғни кеңестік блок пен КСРО-ның ыдырауы. Екі мемлекетте өз қару-жарақтарын күшейтуге және қараудың жаңа түрлерін игеруге кірісті. Бұл үдеріс жанталаса қарулану деп аталды.
1945 жылы ақш әлемдегі жалғыз ядролық держава болатын. Жапониямен соғыс барысында олар Хиросима мен Нагасаки қалаларына атом бомбасын тастады. Атомдық шабуыл қаупіне душар болған КСРО да өзінің ядролық қару жасауын жылдамдатып, нәтижесінде 1949 жылы Семей полигонында атом бомбасының алғашқы сынағын өткізді. ақш пен КСРО-ны жақтаған мемлекеттердің әскери саяси одақтары пайда болды. Батыс Европа елдері ортақ қорғаныс жүйесін құру туралы шешім қабылдап, 1949 жылы сәуірде Солтүстік Атлантикалық келісім ұйымы құрылды. Оның құрамына алғашқыда 12 мемлекет кіріп, кейін саны 16-ға жетті. НАТО ұйымына мүше бір елге қарулы шабуыл барлық мүше мемлекеттерге бағытталған шабуыл ретінде қарастырылатыны айтылды. 1955 жыл 14 мамырда Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, КСРО және Чехословакия арасында достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы Варшава шартына қол қойылды. Варшава шарты ұйымына кірген елдердің біреуі Европада шабуылға ұшыраған жағдайда бір-біріне жәрдем көрсетуге, оның ішінде қарулы күштерді қолдана отырып көмектесуге міндеттенді. Осылайша әлем екі полюсті немесе биполярлы әлемге бөлінді. Қырғи қабақ соғыстың түйінді оқиғалары. Берлин дағдарысы. 1959-1962 жылдар арасында шығыс немістерінің батыс Берлинге жаппай қашуы Берлин дағдарысының туындауына себеп болды. Бұл тәртіпсіздікті тоқтату үшін Берлин аумағында Берлин қабырғасы тұрғызылды. Шекарада бақылау өткізу пункттері орнатылды. Қабырғаның салынуы шиеленісті күшейте түсті. Берлин қабырғасы қырғи қабақ соғыстың нышанына айналды. Корей соғысы. 1950-1953 жылдары орын алған Корей соғысы Біріккен ұлттар ұйымы Солтүстік Кореяны жақтаған КСРО-ны айыптады. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен америкалықтар басым болған оңтүстік әскері Солтүстік Корея әскерін екі елдің арасын бөліп жатқан 38-ші параллельден әрі ығыстырып тастады. Соғыс Кореяны екіге бөлінуін бекіткен Женева конвенциясымен аяқталды. Кариб дағдарысы. 1962 жылы Кариб дағдарысы әлемді ядролық соғысқа сәлік қалдырды. ақш-тың Түркиядағы әскери базасына зымыран орналастыруынан сескенген КСРО құпия түрде өзінің қашықтық зымырандарын Кубаға орналастыра бастады. Бұл ақпаратты естіген ақш КСРО-ның әрекеттерін соғысқа дайындық деп қабылдап, екі ел арасында тікелей әскери қақтығыс қаупі туындады. Екі блок ықпалындағы елдер де жаппай әскерлерін жауынгерлік әзірлікке қойған, әлемде ядролық соғыс қаупі төнген ең қатерлі сәт орын алды. Бірнеше үрейлі күндерден соң 28 қазанда ақш президенті Джон Кеннеди мен КСРО басшысы Никита Хрущев арасында келісімге қол қойылып, Кариб дағдарысы бейбіт түрде шешілді. Вьетнам соғысы 1955-1975 жылдары КСРО мен ақш тарихында елеулі із қалдырған ірі соғыстардың бірі болды. Екі жүйенің бақталастығы ақш-тың жеңілуімен және Вьетнам социалистік республикасының құрылуымен аяқталды. Қырғи қабақ соғысты сипаттайтын көріністер. Бүкіл әлемді қамтыған коммунистік және батыстық жүйелер арасындағы саяси идеологиялық қарама-қайшылық, әскери және экономикалық одақтардың құрылуы, жанталаса қарулану жарыстарын жеделдету және әскери шығындардың ұлғаюы, халықаралық дағдарыстардың орын алуы, әлемнің кеңестік және батыстық ықпалды аймақтарға бейресми бөлінуі, әртүрлі әлеуметтік саяси жүйедегі мемлекеттер арасындағы экономикалық және мәдени байланыстардың азаюы.
Балалар, енді бүгінгі тақырыпқа кері байланыс тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма жүйелік органайзер әдісі. НАТО және Варшава шарты ұйымына мүше елдерін атаңыз және олардың арасында қарсылықты сипаттайтын дәлел келтіріңіз. Дескриптор. НАТО елдерін жазады. Варшава шарты ұйымының елдерін жазады. Екі әскери одақ арасындағы қарсылықты сипаттайтын екі дәлел келтіреді. Балалар, енді бірінші тапсырманың жауабын тексеріп көрелік. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма шындық жалған әдісі. Кестедегі ақпараттың шындық жалған екенін анықтаңыз. Дескриптор шын мәліметтерді анықтайды, жалған мәліметтерді көрсетеді. Екінші тапсырманың жауабын тексеріп көрелік. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызға ПМК әдісі бойынша кері байланыс жазайық. Жақсы, балалар. Назарларыңызға рахмет.